Мектеп бұл тек білім беретін мекеме емес, адамның тұлға болып қалыптасатын алтын ордасы, қоғамға бейімделуіне негіз қалайтын басты білім беру мекемесі. Мұнда бәрі тең, тәртіпке бағыну, ережелерге мән беріп құрмет көрсету маңызды. Қазақстанда орта білім беру ұйымдарына міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарға сай киіну міндетті. Бұл заң талабы, және бұл талап көзқарасы мен діни сеніміне қарамастан барлық оқушыға ортақ. Ортақ ережелерді сақтау оқушыларды жауапкершілікке, тәртіпке және өзара сыйластыққа үйретудің бір жолы. Діни атрибутикаларды қолдануға тыйым тек мектеп қабырғасына қатысты. Бұл сенімге қарсы емес. Бұл тәртіп пен зайырлы білім қағидатын сақтау үшін жасалған шара. Біркелкі киім үлгісі сыртқы айырмашылықтарға назар аудармай, барынша оқуға зейін қоюға жағдай жасайды. Оқу ағарту министрлігі атап өткендей, мектептің басты мақсаты білім беру, бөлу емес. Ата-аналар оқу процесіне діни мәселелерді араластырмауы тиіс. Әр адам дінге сену құқығына ие, мемлекет бұған құрметпен қарайды. Бірақ мектептегі ереже тәртіп пен білімнің негізі. Мектеп барша оқушыға бейтарап және қауіпсіз орта болуы тиіс. Соттар орта білім беру ұйымдарына міндетті мектеп формасына қойылатын талаптардың заңды екенін растады. Өйткені бұл сенім туралы емес, жалпы тәртіп туралы мәселе. Мектеп бұл білімнің ошағы, бірліктің отаны, құрметтің мекені. Бұл мектептен кейінгі өмірде де қажет болатын маңызды дағдылардың негізі. Себебі мектеп әр баланың болашаққа апарар жолындағы алғашқы баспалдағы. Мектептен тыс жерде таңдау бар, ал мектептің ішінде барлығы үшін ортақ ереже бар.